Осындай шоколадты, ылғалды, үлпілдек болып шығатын торт дайындаймыз. Ол үшін 5 жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз. Ақ уызына шым-шым тұз қосамыз да миксеріміздің жай жылдамдығынан бастап жоғарғы жылдамдығына дейін шайқай бастаймыз. Қантымызды біртіндеп қосып отырамыз. Яғни біздің ақ уызымыз кішкене көпіре бастаған кезде қантымызды 3-4 рет бөліп саламыз. Бізде осындай масса пайда болуы қажет. Сары уызымызды бөлек ыдыста шайқап аламыз. Содан соң сары уызымызды ақ уызды массамызға қосып, біртіндеп төменнен жоғарыға қарай күрекшемізбен, қалақшамызбен араластыра бастаймыз жай-жайдан. Бізде осындай үлпілдек масса пайда болу қажет. Осы массамызға ұнымызды, қопсытқышымызды және какаомызды салып, електен жай-жайдан өткізіп отырып, біртіндеп өткізіп отырып, тоже төменнен жоғарыға қарай жай-жайдан араластырамыз. Біздің коржымыздың консистенциясы осындай болу қажет. Менің формам 26 сантиметрлік. Егер сіздерде 22 сантиметр немесе 24 сантиметрлік форма болса, соны қолдануларыңызға болады. Менікі 26 сантиметр болғандықтан тортымыз кішкене аласа болып шығады. Осы массамызды қызып тұрған пеште 170 градусқа 50 минутта пісіріп аламыз. Біздің коржымыз дайын болды. Осылай формадан шет-шетін пышақпен немесе арнайы ажыратқышпен осылайынан ажыратып аламыз. Сосын толықтай суығаннан кейін формадан түсіреміз. Енді тортымыздың кремін дайындауға көшеміз. Творожный сыр, қант ұнтағы және ванилинді қосып, осылай күрекшемен араластырып аламыз. Содан соң миксеріміздің жай жылдамдығынан бастап жоғары жылдамдығына дейін шайқап аламыз. Содан кейін сливкимізді құямыз. Біздің креміміз дайын бола бастаған кезде 2 қасық какао порошогын салып, тағы да 1 минуттай араластырып аламыз. Коржымызды 2-ге бөліп, пропиткамызды корждарымызға жақсылап жағып шығамыз.
Коржымызға кремді ортасына және шет-шетіне жан-жағына жағып шығамыз. Крем жағылған тортымызды тоңазытқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Содан соң тортымызға шоколадты ганашымызды жағып, тағы да 15 минутке тоңазытқа қоя тұрамыз. Бұл тортты өзіңіздің қалауыңызша әсемдеуге болады. Мен тек қана шоколадты ганашпен әсемдедім, және де ортасын бөліп көрсеткен жоқпын видеода, себебі бұл торт заказға жасалған болатын. Келесі видеода міндетті түрде ортасын бөліп кесіп көрсететін боламын. Бұл торт өте ылғалды, үлпілдек және өте дәмді болып шығады. Осы тортты жасап, жақындарыңызды қуантып көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, әрі осы видеомен жақындарыңызбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар.